Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сіздерге таныстырғалы отырған кітабым Махаева Айтбала Шайынқұлқызы «Ұлы жібек жолы» жалпы білім беретін мектептің оқушыларына арналған қосымша оқу құралы. Астана, 2011 жыл. Бүгіндері әлемнің көптеген халықтары өзінің түп тарихын, дүниежүзілік мәдениетке қатысын білуге ұмтылуда. Осы орайда Ұлы жібек жолы тарихы көпшіліктің қызығушылығын арттыра түседі. Бұдан 7 ғасырдай бұрын керуен жолдарымен венециялық көпес саяхатшы Марко Поло жүріп өтсе, 1971 жылы Ұлы жібек жолымен итальяндық саяхатшы атақты альпинист Карло Маури Полоның ізімен жүріп отырып, Бейжіңге жетуге тырысты. Карло Маури Түркия, Ирак, Иран, Афғанстан арқылы өтіп, Қытай шекарасына дейін жеткен. Ұлы жібек жолымен ойша жүре саяхатқа шыға отырып, сол кездегі жағдайды ашық елестете аласыздар. Бұл кітап тарих, география, биология сабақтарына қосымша білім беріп, қызықты рефераттар жазуға көмектеседі. Ал әр мәтін соңында берілген сұрақтар мен жауап іздеу барысында материалдар бойынша жаңа білімдеріңізді бекітуге мүмкіндік туады. Аңыздар не дейді? Деректер сыр шертеді. Бұл қызықты деген айдарларда тақырыпқа байланысты қызықты деректер беріледі. Бұл кітап жалпы білім беретін мектептің жоғарғы сынып оқушыларына және оқу орындарының студенттеріне арналған.